Сенде егерде мынандай жағдай болып жатса, череда проблем дейді ғой, тоқтамай артынан проблема келіп жатса, жұмысың іске алға баспай жатса, жалпы тағы да қандай дейміз, үйіңнен берекет кетіп жатса, балдарың тыңдамай жатса, балдарыңмен араларыңда проблема болып жатса, бір сәтке тоқтап ойлану қажет та. Адам өзі, біз көп жағдайда ойламаймыз ғой, кәдімгі суға кеткен адам тал қармайды деген сияқты қармана береміз, ары қарай ұмтыла береміз. Бізге не бәрі бір күн тоқтап, бір сәтке, бір күн өзіңе беріп, кішкене компьютерді зависать етіп қалса, ішіне не толып қалса, жаңа вирус толып қалса, оған да перезагрузка қоясың ғой. Оның қасында біз адамбыз ғой, бір сәтке тоқтап өзіңнің не істеп жүргеніңе, қалай өмір сүріп жатсың, не істеп жатсың, соған бір сәт өзіңе анализ жасау керексің да. Анализ жасап отыру керексің. Мен ойлаймын да, көбінесе осындай проблема біздің тәкаппарлығымыздан, біреудің артынан айтқан сөзімізден, өсегімізден, әңгімемізден шығады. Көп жағдайда бүйтіп ақтап аламыз біз еще өзімізді. Әйелміз ғой. Біз әйел деген сондаймыз енді. Айтпасақ отырамаймыз, біреуді обсуждать етіп бізде отырамаймыз. Жоқ, оның бәрі өтірік. Сен әйелсің, бірақ өсек айтпай да жүріп әйел болуға болады да. Мен өзімнің басымнан өткізген адам ретінде айтамын. Мен өте высокомерная болдым да бір кездерде, өзімді самая умная санап, шынымен ол мойындап отырмын. Өте ақылды санап, мен ананы істеп тастадым, мен мынаны істеп тастадым, мынандай ақша таптым, бұндай істедім деп, елмен өзімді салыстырып, өзімді жоғары көтерме дейтін болдым да. Ол бір. Екіншісі, жұрттарды айтатын болдым кәдімгідей. Анау анандай, мынау мынандай деп, соны бір өзімен өзім айтпаймын ғой, енді 2-3 адам болып отырған кезде соны обсуждать ететін болдым да. Кейін сондай проблемалар келе бастады. Енді мен прям стресске дейін апаратын проблемалар келе бастады. Ол қай жағынан? Ол ақша жағынан да, менің жеке жұмысым жағынан да, балаларым жақтан да осылай келе бастады да. Сол кезде бір сәтке тоқтап өзіме ойладым, мен не істеп жатырмын деп. Алла тағалам маған осылай белгі беріп жатыр. Тоқта, қайда баратсың? Сен кімсің біреуді обсуждать ететін? Менің жаратқан құлымды сен обсуждать ететін кімсің деп. Бәрімізді Аллах ерекше қылып жаратты. Уникальностьпіз, әрқайсымыз әртүрлі. Оны Алла сүйіп жаратты. Бәрімізді Алла сүйіп жаратты. Соның артынан сөз сөйлейтіндей біз кімбіз да, мысалы, оның өмірін обсуждать ететіндей, оның басқа нәрсесін тағдырын обсуждать ететіндей. Содан кейін мен сабақ ала бастадым. Бірден түсінік келді. Жоқ, мен дұрыс емеспін, дұрыс айтып ойлатқан жоқпын, дұрыс ойлап отқан жоқпын. Аллахым кешір, біріншіден Аллаға келіп кешірім сұрап. Одан кейін өзім тілім тия бастадым. Біреумен отырып біреуді обсуждать етпеймін, өсек айтпаймын, біреудің артынан сөз айтпаймын. Бір таңғалатын жері бұның. Қараңызшы, мен жұрттың артынан өсек айтып жүрген кезде маған, менің тарапыма қарсы сөздер өте көп болды да. Жала да жабылып жатты, маған әңгіме де айтып жатты, өсек те айтып жатты. Өзім тиған кезде менің тарапыма да ол тоқтады.